Құрметті халайық, құрметті ата-аналар, құрметті балалар деп айтсақ та болады. Бармысыздар, аман-есен бармысыздар. Бүгін пікірдесуді бастамас бұрын, жаңа крутой мужик, бәрекелді келіп жатыр, лайктарын жіберіп жатыр. Бастамас бұрын денемізді қыздырып бір ән айтып алайық, ән айтып алайық. Өйткені ат, яғни тұлпарда терлемесе жақсы шаба алмайды, бабында бола алмайды. Дәл сол сияқты бәрімізде, мен де, сіздер де кішкене денемізді қыздырып алмасақ, шаба алмай қалуымыз, бабымыз болмай қалмау үшін, шаба алмай қалмау үшін, бабымыз болмай қалу үшін кішкене ән айтып, денемізді қыздырып алайық. Ол үшін мен сіздерге жан жарым деген өлеңім бойынша ән айтып берейін. Жан жарым, бақытым сен болып, сен барда айнала нұр толып, еске алсам өзіңді, сарсандық жүрегім, сарсандық жүрегім сыр шертті. Еске алсам өзіңді, сарсандық жүрегім, сарсандық жүрегім сыр шертті. Қымбаттым өзіңсің, жан жарым, күлімдеп атады ақ таңым, тербейді мұңдарың, назды да сазды ғой, назды да сазды ғой, жырларың, тербейді мұңдарың, назды да сазды ғой, назды да сазды ғой, жырларың, назды да сазды ғой, назды да сазды ғой, жырларың, назды да сазды ғой, сазды ғой, сырларың деп осылай бір әнді айтып алдық. Осы ән арқылы, өзімнің өлеңім арқылы, яғни бұл да өзімнің өлеңім. Мен неге екенін білмеймін, жалпы үнемі шалымды еске алып жүрем. Және сол
махаббат, яғни асқақ махаббат жайлы айтылған мәнді мағыналы әндерді айтқым келіп тұрады. Өзімнің өлеңдерімнің көпшілігі де осы кісінің әруағына арнап жазылған. Бірақ мен мұның барлығын еш әбестігі жоқ деп ойлаймын. Өйткені барлық жақсылық та, барлық қызық та, барлық болашақ өмірге деген бастау да осы отбасынан басталады деп есептеймін. Өйткені мысалы біз тікелей эфирде жүргізіп жатырмыз ғой, тікелей эфирде. Осы тікелей эфирде жүргізіп отырған баланың өсіп жетілуі туралы пікірлесуімізде дәл осы отбасынан басталады қазір айтып отырған. Біз өткен пікірлесуде баланың еңбек етуге үйренуі ойыннан басталады деген болатынбыз. Сондай-ақ ойын, еңбек, өздеріңіз де білесіздер, баланың физиологиялық өсуіне де, дамуына да, қалыптасуына да өте жақсы әсер етеді. Өткен жолы эфирде біз осы ауылда тұрамыз ғой, ауылда сет өте нашар болғандықтан бәрі қатып, дауыс дұрыс естілмеді. Ойындар ойнатып тіпті мүмкін емес. Қазір қайта жақсы болып тұрғаны сондай қуанып тұрмын. Сондықтан мен қазір тездетіп осы қазіргіден пайдаланып қызыл галстук деген жаңағы ойын туралы оқып берейін. Содан кейін ары қарай тағы да әнімізді жалғастыратын боламыз. Мына жерде қызыл галстук деген ойын жалпы біздің кезімізде әбден ойналған ойын. Біз бұл ойынның майын ішкенбіз. Бір сағаттың өзінде тоқтамай бірнеше рет ойнайтынбыз қызыл галстук ойынын. Қазір зейін қойып тыңдасаңыздар, тез оқып шығам. Қызыл галстук ойынының жаңағы айтып отқан баланың жан-жақты дамуына қалай әсер ететініне әбден көздеріңіз жететін болады. Қызыл галстук ойыны футбол ойыны сияқты шартын қысқаша айтып өтейін. Қызыл галстук ойыны жалпы футбол ойыны сияқты екі площадкаде тұрады. Футбол ойындағы жаңағы гол тебетін орын бар ғой, ұмытып қалдым ғой. Сондай қашықтықта екі жақта да ағашқа байлап, екі командада галстуктерін жаңағы іліп қояды сол жаққа. Сосын ортада сызық, кәдімгі футболдағы сияқты, сол галстукты сызықтан арғы бетке қай команда алып шықса, сол команда жеңетін болады. Енді мен соны тездетіп оқып шығайын. Жаңағы әсерін байқайсыздар. Шіркін қызыл галстук ойына. Площадканың арғы басында ілулі тұрған қызыл галстукты ешкімге ұсталмай шекарадан өткізу үлкен жауапкершілікті жүктейді. Өйткені ойнасаң да жан-жақты қапталдарда қорғаушылар жүреді. Олардың қолы денеңе тисе, кілт сол жерде тоқтайсың. Бұл ойынның бұлжымас ережесі. Яғни қарсыластың жүгіріп келіп сізге жетіп алып, денеңізге бүйтіп сарт еткізіп қолын ұрса, бітті, сол жерде сіз тоқтайсыз. Бұл ережесі. Оның босатудың жолы бар. Командаңызда басқа біреу айналып келіп, тез жаңағы ешкімге ұсталмай келіп, алақаныңызды ұрып жіберсе, қайтадан жүгіріп кетуіңізге болады. Міне бұның ережесі осылай. Ары қарай. Бұлжымас есі. Сондықтан бір жанымызды алып, бір жанымызды салып, ышқына жүгірген қызыл галстук ойыны сені де сағынамын. Сен арқылы бүкіл денеміз шынықты. Сен арқылы жүрегіміздің жұмысын
қалыпты жағдайынан әлде қайда жоғары деңгейге көтерді. Ышқынып жүгірген кезде жүректің жұмыстан не болады? Жоғары деңгейге көтеріледі. Қызыл галстук ойыны сенімен өте қызық. Жеңісті кезеңдерімізде еске алсам, шалт қозғалып, жалт беріп, біресе басымды бұғып, біресе белімді қайқаң еткізіп, біресе еңкейіп, кейде сәл басты шалқайтып, кілт бұрылып, қарсылас команданың қызыл галстугын қолыма алып, құстайысып ұшып келе жатқандай боламын. Галстукты алып, шекараға қарай зымырай жөнелгенде, бейне бір елдің туын алып келе жатқандай кеудеңді қуаныш кернейді. Өз командаластарыңа қарай, мен ешкімге ұсталмай елдің туын берік ұстап ұшып келемін дегендей галстук ұстаған қолыңды жоғары көтересің. Жарты жолға келгенде алдыңнан қаптаған қорғаушылар шыққанда, енді не істесем екен? Енді қандай тәсілмен ұсталмай өтсем екен? Деп келе жатқаныңда, зу етіп қасыңа командалас досың келіп қалғанда, сені жан жағыңнан ешкімге тигізбей қорғайтын партизан отрядтар келгендей қуанып, соңғы күш жігеріңді жинап, шекарадан галстукты алып өткенде, әлгінде азайған күш жігерің бір алапат қуанышпен қайта тасығандай боласың. Рахмет саған, қызыл галстук ойына. Ел туын қорғағандай, өз галстугымызды қорғауға, қалайда қарсыласқа берілмейтін намысшыл болуға үйрету арқылы бізді патриоттық сезімге, өз командаластарыңмен бір ауызды бірлікте болуға, тату ынтымақшыл болуға тәрбиеледің. Қызыл галстук ойыны. Қызыл галстукты немесе қызыл туды алып келген жеңістің буымен бір-бірімізге қарсыластармен қалай, қай жерде қандай тәсіл жасағандарымызды, қалай қорғаныста болғанымызды, қандай ұшқырлықпен қорғаушыларға жеткізбей кеткенімізді әңгімелеп, әрекет жасамасаң еш нәтиже болмайтын, яғни әрекет бар жерде берекет бар екеніне көз жеткіземіз. Шіркін, қайран жастық, осылай ұшып ойнап алқынып келіп, қайтадан сәл демалып, қайтадан қызық ойынға кірісіп кетеміз. Міне, қызыл галстук ойыны осылай. Комментарийға қарауға шама жоқ, мүмкін емес комментарийға қарауым. Мен сіздерге комментарийді жаза беріңіздер, қалай әркімнің өзінің еркінде. Мен бірақ сіздермен мына жұмысты, өзімнің тиісті жұмысымды өткізуім керек, сондықтан өте жақсы болып жатыр. Крутой мужик. Әрине болсаң болады, крутой мужик, император. Өте тамаша. Бола бер, айналайын, бола бер. Мен оны бұнан қашанғы оқып отырамын, бұл батыл ойын емес сондай. Бұл басқа хабар. Сондықтан осылай жаса. Сен модератор, бәрін крутой мужик, саған тапсырамын. Жаңағы қаламағаныңды маған айтасың ба, жоқ әлде мен уақытым жоқ қой бірақ. Деп болса да. Енді өзің модератор болып отыра бер, сосын пікірлесерміз әрі қарай. Енді біз өзіміз хабарымыз бойынша, енді сендер шамалы шаршап қалған боласыңдар. Міне, қанша қимыл жасағанда адамның физиологиялық дамуына, ой өрісіне, сана сезіміне қаншалықты әсер етіп жатқанын сіздер өздеріңіз-ақ біліп отырсыздар. Жаңа мен әдейі сол үшін оқып бердім, қанша қимыл жасайтынымызды. Енді шамалы демалу үшін мен сіздерге тағы да бір ән айтып берейін. Көзімнен бір ұшқын ұшты ма білмедім, әйтеуір нұр құштым, әйтеуір гүлдедім. Көктемінің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа
қыргөлі толғандай болады. Кел билейік, кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған. Шіркін сезім ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауап басылған. Шіркін сезім ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауап басылған. Ән бісің төгілген, жүрмісің армандай, бір бақыт көрінген, жақындап қалғандай. Жанарың ұшқыны жүректе жанады, қолымның ыстығы қолымда қалады. Кел билейік, кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған. Шіркін сезім ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауап басылған. Кел билейік, кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған. Шіркін сезім ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауап басылған. Шіркін сезім ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауап басылған. Шіркін сезім ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауап басылған. Міне, балалар, осының ішінде қанша балалар, сіздер ата-аналар көріп отырған болар. Енді мен мына көзім жетіп жатқан жоқ, не болып жатқанына. Алыста отырғаннан кейін әшкеймен де шағылысып кетіп жатыр. Ал шағылыспағанның өзінде де оны көруге менің қатты жақындамасам көзім жетпейді. Сондықтан мен мына ән бойынша біз бір жағынан әннің сөзіне мән берейік деген үлкен тақырыбымыз басталған болатын. Содан, яғни осы жерде сіздер мысалы адам мен адам бір-бірінің жақсы болуына, бір-бірінің бақытты болуына, үнемі бақыт құшағында жүруіне тілектес жалпы адамдар, солай деп ойлаймын. Мен өз басым ешкімге жамандық ойлағым келмейді. Ешкімнің жамандығын, жаман болса да бойында енді кейбір адамдардың бойында жаман қылықтар болады ғой, көре алмаушылық, қызғанушылық, мысалы немесе
ұяты аздау, біреудіге анайылау, дөрекілеу сөздер айту деген сияқты. Бірақ мен солдай нәрселерді көргім келмейді. Мүмкін оның жақсы қасиеттері де бар шығар деп барлық нәрсеге кешіріммен қарап, адамдардың жаңағы үнемі бақыт құшағында жақсы болып жүргендігін қалаймын. Сондықтан да мен мына бақыт құшағында деген әнді айтып жатырмын. Айналайындар, үнемі менің мынау тікелей эфирге қатысқанда, батыл ойында, басқа кезеңдерде мен жақын оқып жүрдім, жақындап көзіммен. Бірлі жарым адамдар болмаса, көпшілігі маған жаңағы жақсы болып, тілектес болып, маған жаны ашып, кәдімгі сөйтіп, әже аман болыңызшы, сау жүріңізші, ауырмаңызшы деп менің жақсы болғанымды жаңағы сондай құптап жүреді. Сондықтан мен сіздердің де үнемі бақыт құшағында болғандарыңды қалаймын. Мына да айтып тұр ғой, міне жаңа қайырмасында сіздерге бүйтіп жатқаным да сол. Келші, сендер де келіңдерші, менің пікіріме қосылыңдаршы, жаңағы мен сияқты бақыт құшағында, бәріміз бақыт құшағында жүрейік деген сияқты. Шүкір, менде балаларым бар, немерелерім бар, Алланың берген денсаулығы бар, Алланың берген жақсы қызықтарын көріп жатырмын. Сондықтан мен де бақыт құшағындамын деп ойлаймын. Енді 70-тен асқан кәрі кемпірге одан артық қандай бақыт керек? Міне сіздермен аз кем сұхбаттасамын, жаңағы пікірлесемін деген сияқты. Сондай-ақ пікірлерімді сіздерсіз де кейде жазған өлеңдерімді, әндерімді, шығармаларымды тиктокқа, ютубқа жазып, оны да өздеріңіз бәрін көріп отырсыздар. Сондықтан сіздерге осындай жақсы қартаюды тілеймін бір жағынан, екінші жағынан. Яғни осылай болып жүргенді қаншама жас адамдар өмірден өтіп кетіп жатыр, оны өздеріңіз білесіздер. Қанша менің қатар құрбыларым өмірден өтіп кетіп жатыр, қаншалары денсаулықтары болмай жатыр. Ал мен Құдайға шүкір осылай сіздермен, өзімнің немерелеріммен, шөберелеріммен осылай пікірлесіп отырғаныма шүкір деймін. Аллаға шүкіршілік айтамын, бәріне қанағат қыламын, бақыттың құшағында жүрмін деп есептеймін. Енді бір қарап қояйын. Света теперь, қалайсыз дейді, апа дейді, шүкір, жақсы. Келіңіздер, мен енді мынау бұны да амандық болса саламын ғой, тиктокқа ма, ютубқа ма саламын. Сондықтан осындай бір жақсы тілекпен, жақсы ниетпен, жаңа әнде айтылғандай айтып жатыр ғой, ақ жаңбыр деп. Сол ақ жаңбырға ұқсаған аппақ сезіммен, ақ ниетпен эфирімізді аяқтайық деп ойлаймын. Хош, сау, аман болыңдар, бақытты болыңдар жандарым. Келесі кездескенше.